Қайырлы күн, мейлінеші оқырмандар. Ақша шақыратын техникалар мен кеңестермен бөліспекпін. Бүгінгі тақырыбымыз ақша жайлы ой болмақ. Яғни, ақшаны қалай дұрыс басқару керек, ақша жайлы кеңестермен бөліспекпін. Ақшаны кішкентай кезімізден естиміз. Егер дұрыс түсінік берілсе, ақшаны құрал ретінде, материалдық дүние ретінде қабылдаймыз. Егер бұрыс түсінік берілсе, ақшаны құбыжық ретінде қабылдаймыз. Позитивті ойлайтындарға ақша оңай әрі тез келеді, ал негативті жаман ойлайтындарға ақша қиын келеді. Және де ақша ол энергия. Мысалы қымбат, бірақ өте керек затты сатып алғанда қиналып, күрсініп сатып алған адам энергиясын жоғалтады. Керісінше, қуана алған адамға ол бағалы зат және энергия сыйлап күш-қуат береді. Ойла да бай бол деген, яғни «Думай и богатей» кітабында позитивті ойлап, энергияны тартып, бай қуатты болудың жолдары көрсетілген. Ақша адамдарды жақындастырады да, алыстатады да. Мысалға, біреуге ақшаны жай көмек ретінде беріп, сол адам сізді бауырыңыздай жақсы көріп, қатты сыйлауы мүмкін. Ең бастысы, Алланың разылығы үшін көмектесу керек. Алайда, кейде ақша үшін араздасып, бірін-бірі жек көретіндей жағдайлар да көп кездеседі. Көбінесе қарыз қайтарылмаған жағдайда, бизнесте табысты бөлісе алмаған жағдайларда болады. Осы жағдайда бір лайфхак кеңес беремін. Қарызға бергенде сіз ақшаңызды қайтара алмайтындай жағдайды болып қалса, өкінбейтіндей жіберетін соманы ғана беріңіз. Қолыңыздағы соңғы ақшаңызды қарызға бермеңіз. Бұл тікелей араздасуға алып келеді. Ақшаны жинап, ұлғайтып, көзін табатын адамдар бар. Ақшаны ұстай алмай, жаратып тастайтын, қарызға кіріп кететін адамдар бар. Ақша бар ма, жоқ па, шаруасы жоқ адамдар да бар. Олар ақша үшін күйіп піспейді. Ақшадан қорқатын адамдар да бар. Көп ақшасы болса, сол ақшасын жоғалтып алудан, не ұстай алмаудан қорқатын адамдар да бар. Сізде ақша қандай ұғымды қалыптастырады? Видеоның соңында осы сұраққа төменге комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Және де бұдан да басқа бөлек ақша жайлы техникаларды алу үшін WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Төменге ақша қандай сіз үшін қандай ұғымды білдіреді? Сол сұраққа жауап беріп өтсеңіздер болады. Сау саламатта, келесі көріскенше сау болыңыздар.